Саламатсыздар, эфирде әлеует бағдарламасы, студияда Назым Дәутәліқызы. Биыл республикалық маңызы бар автокөлік жолдарының 2,3 мыңы жөнделеді деп жоспарлануда. Әсіресе халықаралық және орталық пен аймақтарды байланыстыратын жол дәліздеріне баса назар аударылмақ. Бұл елбасының тапсырмасымен еліміздің транспорттық инфрақұрылымын дамыту мақсатында қабылданған мемлекеттік бағдарлама аясында қолға алынатын жұмыс. Еліміздің орталығын аймақтармен жалғастыратын үш үлкен жоба бар. Олар мына орталықтан батысқа, ол Алматы мен Астананың арасында. Бұл жолдың ұзындығы 1200 шақырымдай болады. Бұл жолда халықаралық талаптарға сай 4 жолақты бірінші техникалық санаттағы жол болып салынады. Осы жолда осы жоба қабылданған бағдарламаның аясында 2020 жылға дейін бітіреміз деп жобалап отырмыз. Бүгінгі күні аталған бағыттарда жұмыстарда басталып кетті. Екінші жоба орталықтан шығысқа қарай созылып жатыр. Яғни аталған жол желісі Астана, Павлодар, Қалбата, Өскемен қалаларын қамтиды. Ұзындығы 900 шақырым болуы тиіс. Сонымен қатар елорданы батыспен байланыстыратын жол салуда қарастырылып отыр. Оның ұзақтығы 1400 шақырымнан асады деп жоспарлануда. Қазіргі таңда Бейнеу мен Ақтау арасындағы жол құрылысы қарқынды жүруде. Қалған жерлерінде бүгінгі күн дайындық жұмыстары басталып жатыр. Ол 16-17 жылдары барлық учаскеде құрылыс жұмыстары басталып, осы бағдарламаның аясында бұл жобада бітеді деп күтіп отырмыз. Еліміздің соңғы жылдары жүзеге асырып жатқан ірі жобаларының бірі Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық транзиттік дәлізі. Осы жобаның іске асуы да үкіметтің ерекше назарында. Аталған транзиттік жол дәлізінің құрылысы 2015 жылы аяқталуы тиіс. Биыл аталмыш жобаның 157 шақырымы пайдалануға беріледі деп күтілуде. Былтырғы жылы бөлінген қаражатқа байланысты 812 шақырым жолда қозғалыс ашылған болатын. Биылғы жылы 157 шақырымында қозғалыстар ашылады. Қалған түгелдей қозғалыс 15 жылдың аяғында ашылатын болады. Сонымен қатар алдағы 2 жылда маңызды ірі жолдардың құрылысын аяқтау көзделіп отыр. Биыл Астана мен Қостанай автомобиль жолы тапсырылса, Көкшетау мен Петропавл арасын байланыстыратын күре жолдың құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Жезқазған мен Қызылорда облысының жолдарының құрылысы үстіміздегі жылы басталады деп күтілуде. Сонымен қатар мемлекет қазынасынан автомобиль көлігі нысандарының құрылысына 17 миллиардқа жуық қаражат бөлініп отыр. Оның 34% жергілікті атқарушы билік бюджетінен қарастырылса, 22% жеке кәсіпкерлер көтеріп отыр. Қалған 44% мемлекеттік және жеке серіктестік есебінен. Халыққа жүргізген сауалнаманың арқасында 65% халық жолаушыларды автокөлікпен тасымалдауға қанағаттанады. Біз 2020 жылға дейін оны 100%-ға жеткізу бізде міндетте. Сондай-ақ 138 автостанция және 34 автовокзал бізде қазір өзінің қызметін көрсетеді. Олардың жартысынан төмені белгіленген стандартқа сәйкес келмейді. Аталған құжат биылғы жылдың 1 қаңтарында күшіне енді. Ол 3 мемлекеттік стандарт негізінде жұмыс істейді. Автовокзалдар мен жолаушылар тасымалдайтын автобус және такси қызметтеріне енді белгілі бір стандарт қойылады. Айта кететін жайт, жолаушылар қатынасында жүрген автобустардың жағдайы да сын көтермейді. Мұны құзырлы органдар ескеріп, арнайы шаралар қолдануға кірісіп те кетті. Қазіргі кезде 18 мыңға жуық автобус тұрақты жолаушылар тасымалымен айланса елімізде. Өкінішке орай оның 75% 12 жылдан көп жұмыс істейді, ескірген. Соны 2020 жылға дейін жаңағы тозығы көп автобустарды нарықтан шығару жағында бұл бағдарламада тетіктері де қарастырылған. Автокөлік әлеуетін көтеру мақсатында 2020 жылға дейін 1276 нысан құрылысын бастау жоспарда. Оның ішінде 8 автовокзал, 45 автостанция, жолаушыларға қызмет көрсететін 155 орталық ашу көзделген. Бұрын-соңды елімізде мұндай орталықтар болмаған. Енді мұндай нысандар кішігірім елді мекендерде автостанция ретінде пайдаланылатын болады. Осымен әлеует бағдарламасы аяқталды. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.